шақырымды құрайды. Яғни осы құлагер ипподромын командалар 12 мәрте айналып өту керек. Бүгін қала күніне орайластырылып отырған бәйгеге қош келдіңіздер. Бірінші келген. Аламан бәйгедегі жүнде орында қомақты, сондықтан да бақшамама бүгінгі командалардың әрқайсысы жетіп тұрған көрінуге ниетті, жетіп тұрған көрінуге үмітті. Үшінші келді Алматы. Биыл Астана қаласында қыркүйек айының 8 мен 13 жұлдызы аралығында 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына өтеді. Қырғызстанда Түркия ойындарына жарыспен Қазақстанның қабырғасында елордамызда ұйымдастырылмақшы. Сіздерді шақырамыз, қошеметтеріңізді қаттыра соғып отырыңыздар.